Так, сіздерге көрініп тұр ма? Соны бір айтып жіберсеңіздер. Слайд сіздерге көрініп тұр ма? Слайд сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын, өйткені бірінші рет емес, бірнеше рет болған бізде зуммен. Сондықтан Көрініп тұр, көрініп тұр. болды, жақсы болды. Так, ондай болса бастай берейік сабағымызды, уақытымызды не қылмай. Так, ковалентті полиосты байланыс. Так, ковалентті полиосты байланыс деген енді сіздер білесіздер, полиосты байланыстарда электр терістілік айырымы көбінде бірден кіші болады, сосын ковалентті полиосты байланысқа қатысқан екі элементте бейметалл болады. Бейметалл болады. Сондықтан да мына жердегі металдардың бәрін сызып тастасақ, өзі бір жерде бірақ қана ковалентті байланыс қалатыны көрініп тұр. Содан кейін бұл жерде тағы да кейбір сұрақтарда мынандай не болады. Жұптасқан электронны белгілі бір элементке қарай ығысатын байланыс қайсы деген сондай сұрақтар болады. Вот сол кезде тоже ковалентті байланыстарда электр терістілігі күшті жаққа қарай тартылыс күштірек болады, соған қарай ығысады. Бұл да тоже ковалентті полиосты байланыс болып табылады. Жұптасқан электрон бұлты электр терістілігі жоғарыға қарай былайша айтқанда ығысады деген сөз. Келесі, элиминирлеу кезіндегі субстрат бөлініп шығатын заттар дейді. Мына жерде мына термин кішкене түсініксіздеу сияқты болғанменен бұл терминді былай жаттап алсаңыздар болады. Дегидроколлагендену деп жаттап алсаңыздар болады. Мысалы, элиминирлену дегеніміз ол жаңа қос байланыстардың түзілуі деп түсінсеңіздер болады. Жаңа қос байланыстардың түзілуі. Мысалы, айтатын болсақ, мысалы, хлор этан. Мысалы, хлор этанды былай сызатын болсақ, қалай сызсақ болады? Жоғары жағына хлор, төмен жағына сутек, мына жағына тағы бір сутек қояйық та. Міне осылы, мысалы, спирттегі негіздердің ертіндісіне осындай галогенді алкандарды қосқан жағдайда осы құбылыс пайда болады. Мысалы, галогенді сутек бірден үзіліп шығады. Мысалы, мына жерден галогенді сутек, мысалы, мынау мен мынау деп айтайық, былай бөлініп шығады да, былайша айтқанда мынандай бір зат түзіледі. Мысалы, хлор сутек. Сондықтан да бұны дегидроколлагендену деп түсінсеңіздер болды. Элиминирлену дегеніміз осы дегидроколлагенденудің әсерінен бізде қос байланыстар болады. Мына жерде былайша айтқан кезде етен түзіледі. Етен немесе этилен түзіледі. Калий хлориді және су дегендей. Так, енді сонымен біздегі дұрыс жауап сутек және галоген деген. Мына жауап дұрыс. Так, су түзілмейді. Су мен галоген болмайды, сутек пен галоген түзіледі. Так, келесі 33. 184 этанолды дегидраттағанда түзілетін этилен дейді. Міне жерде реакция теңдеуін өзі айтып отыр. В общем, спирттен алкен түзіліп жатыр деген сөз. Этанолды жазатын болсақ, мінекей этанол, былай айтқан кезде судың бөлінуі, мінекей осылай. Енді ары қарай реакция теңдеуін бірден жаза берейік. 184 грамм этанолдық алкен көлемі деп отырған, мынаның көлемі 2 литр деп аламыз. Грамға мынаның массасын ала береміз. Так, бұл жерде бізде реакция теңдеуін қарап алайық бірінші. Көміртек 2, мына жерде 6, мына жерде жоқ, асетилин деп жеттім ғой, 2, так, 6, оттегі 1, так, дұрыс болды. Этилен түзілді. Енді ары қарай есептей береміз. Грамға массаны аламыз. Мынаның массасы бізде 46 грамм. Мынаның массасы көлемі болып тұр ғой. Көлемі болғандықтан біз 22,4 литр аламыз. Ал енді осы бойынша біз 184-ті көбейтеміз 22,4-ке и 46 граммға бөліп береміз. Міне осылай есептеген кезде бізде
$89,6 шықты. Так, келесі сұрақ. Ой, бізде қалып кетті ғой. Так, келесі сұрақ бізде нумерация қою. Енді нумерация қоюда ең жақсы мынадай радикалдар болған кезде бізде, осы радикалға жалғасқан мына көміртек қай жаққа ең жақын соны іздейміз. Мысалы, мына жақта 3-тен кейін тұр. Так. 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 Енді бізде мына жаққа жақын, сондықтан осы жақтан бастап біз нумерация жасаймыз. Так, маған шетінен қосылып мешать етіп жатыр. Так, мына жақта нумерация жасаймыз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп. Енді 3-те сіздер көріп тұрсыздар, 2 радикал тұр, 3-те. Сондықтан да 3 деген нәрсені қараймыз. 3 метил, 3 этил, гексан, 6-мен аяқталып тұр. Гексан болады. Енді басқалай варианттарды өзгертуге болады, мысалы, атау үшін. Мысалы, мынандай бір деп қояйық. Мысалы, мынаны қалай атауға болады дегенде. Сонда мына жерде қос байланыс қайсы жаққа жақын, сол жақты анықтаймыз. Мысалы, мына жаққа жақын, 2 көміртек. Сондықтан мына жақтан бастап нумерация жасаймыз дегендей. Так, мына жерде бір радикал қоя салайық былай. Мысалы, 4, 5 дегендей. Бірінші радикалды атаймыз. 4 метил, сосын барып 5-пен аяқталып отыр. Пен, енді қос байланыс болғандықтан тен, қос байланыстың қай жерде тұрған соңынан көрсетеміз, мінекей. 4 метил, пентен 2 деп. Так, нумерация түсінікті болды деп ойлаймын. Так, келесі 35. Бізде сахароза гидролиз дегенде массасы 420 грамм гликоза мен фруктоза түзіледі. Гидролизденген сахароза массасы дейді. Біз білеміз, гликоза мен фруктоза бір-біріне изомер. Органикалық заттарда изомер олардың құрылымдық формуласы, мысалы айтқанда, химиялық формуласы бірдей. Онда болса гликоза мен фруктозаның формуласын бір қылып ала береміз. Сахарозаның формуласын жазатын болса, көміртек 12, бір су молекуласы кем болады ғой басындағы неден. Сондықтан да міне жерде 24 болу керек еді, біз 22 жазамыз, бір оттегі кем. Міне сахарозаның несін жаттар болсаңыздар. Енді осыдан мына екеуін жеке-жеке жазбайық, бірден жаза берсек болады. Гликоза 6, 12, 6 деп. Алдына 2-ні қояйық. Так, сол кезде бізде теңеспеушілік болды ғой. Бұл біздерде гидролизденгенде деп отыр. Сондықтан да біз не жерге бір суды қоя берейік. Сонда гидролиздену теңдеу шықты деген сөз. Енді реакция теңдеу тең. Енді жазайық, не бар, не жоқ. Так, 420 гликоза, фруктоза түзілді дейді. Ондай болса, 420-ны қайда апарып жазамыз біз? Мына жерге апарып жазамыз. Өйткені 400 грамм гликоза мен фруктоза түзілді деп отыр. Түзілгенін жазамыз. Енді бізде сахарозаның массасын сұрап отыр. Мына жерге x грамм дейміз. Енді біз жаттап алуымыз керек. Гликозаның массасы 180, 2 көбейту 180 болады. Мынанікі қалай айттық мен бағана? Есептеп жүрмейміз бұны. 180-ні 2 еселейміз. Сонда қанша болады? 360 бола ма? Одан бір су молекуласы кем болып тұр ғой. Сондықтан 18 аласамыз. Сонда 342. Так, 342. Неке. Так, енді ары қарай осыны есептегенде 399 шықты. Так, енді бұны тағы да түрлендіріп жіберуге болады. Мысалы, шығын беріліп жатса, мысалы, мына есепке біз мынаны кішкене қоя тұрайық. Мысалы, шығын беріліп жатса, 70% шығын деп жерге қоса салса, мысалы, 70% шығын деп белгілесе, онда қалай есептейміз? Онда мынау енді екінші есеп болып есептелсін. Шығын берілетін болса, онда біз реакция теңдеуіне салу үшін 440-ты бірден салмаймыз мына реакцияға. Біз реакция теңдеу бойынша есептеу үшін бізге теориялық масса керек. Сондықтан да біз 420 бұл практика деп 70% дейміз да,
сосын барып бұның 100%-дағысы қанша деп теорияны есептеп тауып алып, сосын барып мына неге теңдеуге салып есептейміз. Шығын араласқан жағдайда қалай есептеймін десеңіздер, осылай көрсетіп кетейін. Так, келесі 36. Егер жану өнімдерінің молдық қатынасы 4:4 болса, жанған көмірсутек дейді. Біз білеміз, көмірсутек, кез келген көмірсутек, мысалы X, Y деп қояйық, бұл жанғанда, жанғанда көмір қышқыл газы және суды бөледі. Бұны біз білеміз. Ондай болса, так, бізде 4:4 деп отыр. 4 деп отыр. Ондай болса, біз осы жерден анықтайықшы көміртектің несін, атом санын. Онда көміртек 4, сутек, бұл жерде 4 су болып тұр. Ондай болса, сутектің саны бізде 8 сутек болып тұр. Сондықтан 8 болады. Сонда 4-8 былай айтқанда бутен болып тұр. Бутен қайда тұр? А, дұрыс жауап. Дауысым шықпай қалды. Дауысым шықпай қалыпты ғой, кешіріңіз. Айтыңыз, Шықты. Әсет. Енді шықты ма? Мына жерде шықты ма? Мен дауысым? Басында шыққан жоқ, енді шықты. Енді шықты, айтып отырыңыздар менің дауысым. Мына жер түсініңіздер ғой, күрделі заттар дегенді. Күрделі заттарда 2 элемент тұрады. Сосын 2 немесе одан да көп элемент атомдарынан тұрса, ол күрделі заттар болып есептеледі. Бұл да міндетті түрде келетін сұрақтардың бірі. Так, сосын мынанда түсініңіздер ғой, бұл жер есептеулерді. Бұл жерде бағанағы 4:4 дедік қой, мына 4-ті қойдық. Мына шетінен қосылып атқан адамдар мені не қылып жатыр, кешіріңіздер, мешать етіп жатыр маған қатты. Так, міне 4:4 деп қойдық та, көміртек пен сутектің атом сандарын санап алып жерге қойып осылай таптық. Енді қалған есептер кете берейік бізде. Так, мына мәтіннен реакция теңдеу шығып отыр. Былай айтады, бутан қышқылы мен бутанол бірдің эфирлену деп отыр. Енді спирт пен қышқылдың массасы дейді. Бізде не берілді? Күрделі эфирдің мол саны берді. Сіздер білесіздер, негізі спирт пенен қышқыл менен спирт реакцияласқан кезде эфир түзіледі және су бөлінеді. Біз бұны білеміз, барлығы 1 молдан болады. Сондықтан да біз мына 0,5 мол болса, мынада 0,5 мол, мынада 0,5 мол деп бірден массасын тауып кете беруге болады. Мысалы, қышқыл не қышқыл? Бутан қышқылы. Бутан қышқылы, мысалы, жалпы көміртек саны 4 болу керек. Оның 3 бізде радикалда,
үшеуі радикалда, біреу карбон неде СО4-те деп бірден есептеп кете берсеңіздер болады. Мысалы, мынаның массасы 88, сонда 88 көбейту 0,5 деп есептей берсеңіздер болады. Жалпы реакция теңдеуін құрып қажеті жоқ. Енді құрам десеңіздер, қазір құрайық мінекей. 3, 7 СООH, спирт бізде бутанол спирті деп жатыр, бутанол. Так, бутанол спирті. Так, 4, 4 2 8, 9. Так, мінекей. Енді эфир 7. Так, бұлай, 9. Так, и су кетеді. Міне, мынандай реакция теңдеуін жазып жүру бізде уақыт алады. Сондықтан да мынандай қысқа жолдан жаттап алу сіздерге уақыт алмайды деп ойлаймын. Так, келесі. Альфа-амин қышқылдарының пептидтік байланысы. Енді мынаны көргеннен кейін сразу бізде уже нәріміз есімізге түседі, Так, 40. Бізде мынандай сұрақ: майдың 1 грамындағы бос май қышқылының бейтараптануға қажетті калий гидроксидінің миллиграмм мөлшерін майдың қышқыл саны деп атайды дейді. Мына жерде уже бізде формуланы көрдім. Қышқыл санын қалай анықтауға керек екен. Енді 4,2 грамм майды бейтараптауға деген мынаны жай ғана бөле саламыз, ненің массасына деген сөз болып тұрған, кальций гидроксидінің. Так, сонда бізде қышқыл саны шығады. Енді сонда бізде кальций гидроксидінің массасын есептеу керек болып тұр. 1 литр ерітіндіде, мен тағы бірдеңе дұрыс емес пе? Не шығып кете беріп жатыр? Так, енді ерітіндідегі концентрациясы 0,1 м калий гидроксидінің 3 литр. Біз алдында бір тест тапсырғанда осы жері дұрыс емес екенін байқаған. Біреу жерде 3 мол деп берілген, бір жерде 3 литр деп берілген, бір жерде 3 миллилитр деп берілген. Біз осы 3 миллилитрді таңдаймыз, өйткені мына жауап шықпай қалады. 3 литр деп таңдасақ, жауап шықпай қалады. 3 мол десек тіпті шықпай қалады. Есепке де ыңғайсыз табу. Так, осылай 3 миллилитр деп біз табамыз, сонда дұрыс жауап шығады. Бұл жерде қателік бар есепте. Так, енді концентрациясы 0,1 мол, көлемі бізде 3 миллилитр. Енді осы екеуінен пайдаланып, бізде мынандай формула бар. Зат мөлшерінің көлемге қатынасы деген. Міне осыдан біз зат мөлшерін табамыз. 0,1 көбейту, біз мынаны литрға айналдырамыз. Сонда 0,003 литр болады. Көбейту 0,003, сонда 0,0003 мол болады. Мол болады. Так, енді массасын табайық. Массасын табу үшін біз білеміз, зат мөлшерін молелярлық көлемге көбейтеміз. Былай айтқанда 1 молда қанша екенін табу керекпіз ғой. Так, ол үшін кальций гидроксидінің молекулалық массасы керек. 39 қосу 16 қосу 1 деген. Бұл тең шығады бізде 56 ма? Так, 56 шығады, 56. Енді 56 көбейту 0,0003 есептеген кезде 0,0168 грамм шықты. Так, грамм шықты. Енді бұны миллиграммға айналдырамыз. 16,8 миллиграмм. Енді бізде бағана өз формуласын бізге айтты, қышқыл саны дегенде, мына жерде формула құрып берді бізге. Сондықтан да сол формулаға негізделе отырып, бағанағы мынаны біз бөлеміз мына майға, майдың грамм саны. Так, граммға. И осылай бөлген кезде бізде 4 шығады. 4 шығады. Миллилитр болып. Не осы дұрыс болады. Так, келесі мынаны көрейік. Ауаны ластаушы қатарында көмірқышқыл, мынаны жоға жағы керек емес. Біз сразу алып тастай берейік та, мынаны көтере салайық былай. Сонда сіздерге анық көрінеді. Так, ауаны ластаушылар қатарында көмірқышқылымен бірге күйе де жатады дейді. Күйе дегеннен кейін біз оны көміртек екенін білеміз. Күйенің 5 граммын жағуға жұмсалған ауаның мөлшері. Ауаны қалай табамыз? Ауаны оттегі арқылы табамыз, Ондай болса, көміртек пен оттегін әрекеттестіреміз, мынандай зат екенін білеміз. Енді
5 граммы бізде күйе белгілі. Бізге оттегінің несін көлемі, ауаның көлемін табу үшін оттегінің көлемін тауып аламыз. Мына жерде 12 грамм литрға біз 22,4 литрді аламыз. Міне осылай есептеген кезде бізде 9,3 литр шықты. Енді бұл 9,3 біздің бағанағы мына 0,2 дегеніміз ол 20% ғой. 20%, ал енді бізге 100% керек. 100%. 100%-ын есептеген кезде бізде 46-да 7 шықты. 46-да 7 шықты. Башқанда мына жауап дұрыс деп қараймыз. Так, енді мына есеп, 42-ші есеп. Так, мынаны алып тастайық. Мынаны кішкене көтере салайық. Былай. Анық көріну үшін. Көміртек шала жанғанда түзілетін тотық иіс газы деп аталады. Адам онымен тыныс алғанда улана тыныс алу нашарлап қанды карбоксид гемал. Мынаның барлығы тест сұрақтарын қайтадан жасауға болады. Мысалы, қанды бірдеңке қылып жасағандағы иіс газын анықта, формуласын тап деген сияқты. Мына мәтіндерді де былай айтқанда қарап отырсаңыздар болады. Так, не сұрап отыр? Көміртектің шала тотығы түзілетін реакция. Міне сұрағымыз міне жерде екен. Көміртек шала тотығы түзілетін реакция дейді. Көміртектің шала тотығы деген мынау. Бұның бірнеше атауы бар. Мінекей, қараңыздар. Көміртек шала тотығы, иіс газ, көмір жерде. Көмір 2 оксид, сосын көмір моноксид деген, моноксид, в общем, қате жазып жатса өздеріңіз түзейсіздер ғой. Так, енді мынау бірген кезде білесіздер, ақтасы кальций оксиді сөндірілмеген әкпен СО2 түзет. Мынада иіс газ түзет. Ал мынада не түзіледі деп ойлайсыздар? Мынада не түзіледі? Бұл жерде метан газы мен су түзіледі. Ал мынада бізде оксид түзіледі. Так, сондықтан да бізде мынау дұрыс жауап. Так, келесі. Мен дауысым естіліп тұр ма? Қарайсаңыздар, зумның бір жаман арасы. естіліп тұр. Естіліп тұрса болды. Так, қатты қыздырған 36 килограмм кокстың дейді, үстінен не болып кетті? Так, мен қайтадан так, демонстрация. Так, слайд көрсінде көрініп тұр ғой, Так, енді бастай берейін. Бастай берейін, бізде уақыт. Звук естіліп тұр. Так, қатты қыздырған 36 килограмм кокстың үстінен су буын жібергенде түзілген синтез газдың. Мына жерде көміртекті білесіздер ғой, күйе деп айтып жатыр, бір жерде күйе деп айтып жатыр, бір жерде кокс деп айтып жатыр. Оның барлығы осы көміртекпен байланысты. Көміртекті бірден ала бересіздер. Көміртек сумен әрекеттескенде синтез газ, ол бізде монооксиді менен сутек. Кейбір сұрақтарда синтез газды анықтаңыз деген сұрақтар бар. Ол кезде осы екеуін көрсетесіздер. Так, бізде 36 килограмм. Бізде мынау қанша? 43 екен, 36 килограмм. Так, синтез газдың көлемі деп сұрап тұр. Так, жарайды, кеттік. 2 литр шығымы дейді. Шығымын біз соңынан есептейміз. Өйткені мынау бізде неден теориядан тауып аламыз. Теориялық массадан практикалық массаны табамыз. Сондықтан практикалық көлем табамыз. Так, y литр дейік. Так, мынаны біз білеміз. Так, бірінші тең басуын қарап алайық. Так, көміртек, оттек, сутек, бәрі тең. Так, 36 болса, килограмм болса, 12 деп ала береміз. Так, бізде килограмм деп тұр. Жарайды, осылай есептей берейік. Так,
22,4, 22,4 деп бірден есептеп жіберейік. X тең бізде, так, калькуляторменен есептемесек что-то. Так, мына жерде мынаумен мынаны қысқартатын болсаңыздар, мынау қанша есесі болады? 3 есе болады, 3 есе болады. Сонда мынауымыз бізде 67-де 2 болады. Мына жерде Y тоже 67-де 2 болады. Тоқтай тұрыңыздар. Аха. Енді мына жерде бізде бір нәрсе кетіпті. Мына жерде біз килограммды грамм қылып алғанымыз дұрыс екен. Килограммды грамм қылып алғанда 3600 деп есептейік, грамм қылып. Сонда бізде кішкене көбірек сандар шығады. Сонда мына жерде бізде так 3 еселейді ғой. Сонда мына жерде біреу, екеу болу керек. Сонда, в общем, бұл екеуін қоса саламыз. Бұл екеуін қосамыз. Бұл екеуін қосқанда 13 мынандай сан шығады. Так, бұнымыз бізде реакция теңдеу бойынша есептегендіктен, бұны біз 100% деп аламыз да, 90% X деп есептейміз. Так, осылай есептегенде 120 шығады. 120-да 9 шығады екен. 120-да 9. Башқанда 121 деп есептейміз. Мынау дұрыс жауап болады. Так, в общем, синтез газ екеуін жеке-жеке есептеп алып қоса саласыздар ғой. Соны теория дейсіздер да, 100% дейсіздер, 90% қанша деп есептейсіз. Бұның кілті осында. Так, келесі, мынаны алып тастайық. Бұлда да сондай бағана есеп сияқты. Так, құрамында 95% метан, етан, пропан, 1% күкірті сутек бар дейді. 1000 метр куб табиғи газды жағу нәтижесінде атмосфераға түсетін көміршікл газының көлемі дейді. Әрбірін шетінен жағып, көміршікл газдарын қосып шығамыз. Болды сол. Так, шетінен есептеп алайық. 1000 мынада қанша? 95% қанша? Мынау бізде метан. Так, метан 95% деген 950 деген сөз ғой, 950. Так, SO2, H2O. Так, енді есептейік. Так, теңестірейік. Мына жерде 2. Бізде аз уақыт қалды, тездету керек. Так, тездету керек. Так, 2. Мына жерде 2. Так, бізде метан мен көміршікл газ арасындағы не? Сондықтан да мына жерде 1 мол болды, мына жерде 1 мол болды. Сондықтан да көлемдері бізде несіне тең болады деп есептейміз. Мысалы, 950 болса, мынау да 950 деп есептейміз. Сіздерде көлемдер қатынасы, зат мөлшер қатынаста тең деген теория бар еді ғой, сол бойынша осылай есептейміз. 950-де 950. Енді етанға кеттік. Етан 2, 2, 4, 6. Так, немесе бұлай қысқартып ақ есептесеңіздер де болады. Мысалы, көміртегі 2 ма, мына жерге 2. Біз мысалы қазір уақыт жеткізе алмай жатырмыз, біз тез есептеп бітіруіміз керек. Так, мына жерде 3%. 3% болса, ол қанша болады? 30 деген сөз, 30 деген сөз. Мысалы, 3% дегеніміз, ол 0,03 болып тұр ғой. Сонда мына жерден 2 орын болады, 2 орын қысқарады, сонда 30. Ондай болса, мынау қанша болады? 60 болады. Так, пропан бізде 3, 3, 2, 6, 8. Оттекпен жақтым. Ондай болса, 3 көміртек түзіледі, қалған есептемей ақ қояйық. Так, енді мына жерде бізде 2 дегеніміз 20, оның 3 есесі бізде 60. Енді осы 3 санды бізде қоса саламыз бір-біріне, болды. Сонда 950, 60, 60. Так, енді қанша болады? 110, мына жерде 110, 170, 1070 болады. 1070 бізде жоқ, ең жақын шама мынаны аламыз. Бұл базада осы жауап дұрыс. Так, 45. 45-ің негізі дұрыс жауабы жоқ. Бұлда да тура осындай. Мысалы, 1000 тонна көмір жаққанда көмір құрамы дейді. 89 көміртек,
күкірт, сутек және жанбайтын қоспалар түзеді. Егер күніне 1 га қарайтын орманда 70 кг оттегі шығарса, көміртектің жануға жұмсалатын оттектің шығымын қалпына келтіретін орман дейді. В общем, біз оттектің мөлшерін тапсақ, соны мынаған бөлсе қанша гектар екен шыға келеді. Сол үшін бірінші біз оттекті табуымыз керек. Так, енді көмір жағу үшін көмірдің несін қарайық. Мына жерде 1000-ға көбейтеміз ғой, 1000 тонна. Так, бұны килограмм қылып алғанда, килограмм қылып алған кезде бізде тағы қанша? 3 нөл болады. Сонда 6 нөл болады ғой, мінекей, 6 нөл. Мынадан 89 2 нөл қысқарады. Сонда мына жерден есептейміз. 800, 8, 9, 2 нөл қысқартамыз мына жерден. Сонда 3 нөл артына келеді. 4 нөл артына келеді. Так, мінекей. Осы килограмм. Так, өстіп күкірт, оны да есептеп аламыз. 0,035 болады ғой. Бұның артына қанша нөл кетеді? 3 нөл кетеді. Сонда 35-тің артына 3 нөл кетеді. Так, мына жерде сутекке де жақынға да оттек керек болады. 0,05 қой, 2 нөл қысқарады. Сонда қанша болады сутегің? Мына астына жіберейік. 5,000 болады. Так, мына жерде жанбайтын, бұны есептемейміз. Енді ары қарай көміртек қосамыз, оттек СО2. Так, мына жерде мынандай зат тұр. Так, 0,0. Так, килограммда мына жерде X литр деп есептейміз. 12-де 22,4 деп есептеген кезде оттектің мөлшері қанша болады? Оттектің мөлшері 2,373, 33-те 3 болады. Так, келесі бізде күкірт жана. Так, күкірттің біз үлесі қанша? 35,000. Мынаны бізде 32 деп аламыз. X литр, Y деп алайық. Мынаны 22,4 литр деп аламыз. Осылай есептегенде, так, 32, мына жерде 22. Так, 35 0. Так, 35.000 көбейту 22,4 бөлу 32. Так, 24,500. 24,500. Так, енді бізде сутек оттекпен жанғанда су түзіледі деп есептейміз. Сонда сутегіміз қанша болды? 5.000 ба? 50.000 болды. 50.000. Так, 50.000. Бұл жерде біз массаны аламыз ғой. 50.000 килограмм болған. 50.000. Так, мына жерде Z деп аламыз. Мына жерде біз литрін тауып отырмыз ғой. 22,4 деп аламыз. Так, көлемі деп тұр. Енді есептеп жүрейік. 5.000. Так, 5.000. Оттектің астына 2 деп жазып кетіп қалдыңыз, соны деген. Ете алмайсыз ба? 2. Сонда 56, 560.000. Так, 0,0. Ау! Так, қара пастамен сақ. Енді қате болып жатса өздеріңіз көресіздер ғой. Мінекей мына көлемді қосамыз. Так, примерно қосып көрейік қазір. Так, 56,000 қосу. Так, 24,500 қосу. 2, ой, анауыңды санды ұш. Так, тауыш. Тең. Сонда 24.000 деген сан шығып тұр бұл жерде. 24.000 деген сан жерде жоқ. Ал енді тоқтай, тұра тұрыңыз. 24.000. Бұны біз бөлеміз 20-ға. Так, 12 деген сан примерно бар екен. Мына санды аламыз. Осы В. Так, біздікі дұрыс жауабы қайсы болды екен осы? Так, мен қарап жүрейінші. Менің алдында есептегенде тоже бұл жауап дұрыс болған жоқ болатын. ChatGPT-ден есептегенде есептің мәтінінде қателік бар деп шықты.
Так, негізгі есептеу жолы осы, жалпы кеткен көлемдерді қоса саласыздар. Так, мен қай жақ? Апай, ренжімесеңіз 44-ті скрин жасап алайын. Артқа қайтасыз ба 44-ке? 44-ке ма? Мхм. Осы ма еді 44? Рахмет, рахмет. Аха. Иә, 43-ті көрсеңізші апай, 43. Біреу түспей қалды жым. Жақсы, рахмет апай. Мхм. Енді 45, так, мен 45-ті белгіледім. 45-ті д деп белгілеппін мен. А ол қате деді. 45-ті д деп белгіледім, значит, В дұрыс жауап. В осыған жақынырақ келіп тұр. Так, келесі 45, 46. 46 Жұлдызхан, кішкене қатты сөйлейсіз ба? Естілмейді. Так, енді 46-шы есепке кеттік. 46-ға. Так, қара түсті ұнтақ А заты берілген, оны қыздырып, үстіне түссіз Б газын өткізгенде қызыл түсті дейді. Енді қараңыздаршы, қара түстен қызыл түске өсті дейді. Так, мына жерде. Так, ондай болса қалай деп ойлайсыздар? Б газын, мінеке, қара түсті ұнтақ деген сөз, ол мыс деген сөз. Б газын деген ол сутекпен әрекеттестірген кезде, Кішкене қатты сөйлейсіз ба? неге мен дауысым шығып тұр ғой? Жақсы естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр негізі. Аха. Ондай болса, мыс оксиді менен сутек деген мына д жауап дұрыс деген сөз. Келесі. Келесі бізде қайсы? 47. Так, 47-ні қарайық. 47-ні қарайық. Так, қызыл түсті қатты азатты жанғанда қою ақ түтін дейді. Так, қызыл түсті қатты азаты жанғанда қою ақ түтін дейді. Ондай болса, ол қай зат болуы мүмкін? Мына бүйтіп қарайтын болсақ, азот ешқашан қызыл түс берген емес. Фосфор, күкірттер мысалы қызыл түс болып қалуы мүмкін, иә? Так, ал енді қою ақ түтін дейді. Ақ түтін бізде күкіртте ешқашан болмайды. Күкірт 4 оксиді улы, иә? Өткір иісті. Сондықтан да біз фосфор 5 оксидін белгілей саламыз, болды. Бұл жұмбақ есептер қатарына кетіп жатыр ғой. Суға сіңіргенде қышқылы алынады дейді. Әрине, фосфор 5 оксидін қышқылы алынады деген сөз. Так, бұлар жұмбақ есептер, газдердің несіне, физикалық қасиетіне қарай отырып, не қыласыз, жауабын таңдайсыз. Так, бізде не азайып қалды, апайлар, 1 минуттайын уже аяқтайды, а то записім сақталмай қалады. Тыңдағандарыңызға рахмет.